бір күнін 2 күнмен өтеу керек па? Жоқ ондай. Бір күнге бір күн. 2 күнге деген мәселе 2 күн дегенде жоқ. Кафарат деген бар. Ол кафарат бір күнге 60 күн салынады. Ол бөлек. Намаз оқып жүріп домбыраны үйренсек бола ма дейді. Неге болмайды? Үйрен. Домбыра үйренбеген қазақ қазақ емес. Домбыра тартпаған қазақтар вообще қазақ үшін сөйлемеңдер. Сен анау Сергей Петрович үшін сөйле, Россия үшін сөйле, басқа үшін сөйле, Америка үшін сөйле, бірақ қазақ үшін сөйлеме. Сен қазақ болу үшін бірінші домбыра үйрен, абайды жатта, содан кейін барып ары қарай қазақ үшін сөйлей берсең жарасады. Дәрі ішіп жүріп ораза ұстасам бола ма дейді. Кешке ауыз ашқаннан іше беріңіз. Күндіз ішсеңіз ораза бұзылады. Солтүстікке қашан келесіз? Құдай қаласа шақыруымыз бар. Енді мына оразаға дейін бір баруымыз керек. Күйеуімнің қыздар менен жазышқан SMS-терін оқып қалдым. Ачуым келіп жатады. Емне қыларымды білбей жатам. Ештеңе де қылба. Азыраға қиқырасың, анаңы қиқырғаннан кейін ал сені сауап салады, анан кейін илайсың, кетем эле кетем дейсің, милиция келет, ошу жакшы болобу. Эчтеңе кереги жок. Кудайым мага инсап берсин, дуа кылгын, жүзүңдү кыблага бургунуң, намаз окуң, ошо Кудайымдан сура, анан өлүп калсын деп кылба. Дуа кылганда, Кудайым уша күйөөмө менен деле башка эч ким көрүнбөй калсын көзүнө деп дуа кылып коюң, жакшы болот. Неке кыйуу үчүн ата-анадан рұқсат алуу керек па? Рұқсат алуу керек. Рұқсат буну вали дейт, вали шарт болуп табылат. Сондуктан ол неке кыясыз. Келиңиз. Неке кыйганыңызда рұқсат суралуу керек. Үйде жалғыз өзім қайтқан жолдасыма өзім Құран оқысам бола ма? Қағазға қарап оқысам бола ма? Әлбетте болады. Әйел адам оқи береді Құранды. Үйде сондықтан ona ешқандай мәселе жоқ. Қағазға қарап оқысаңыз да болады, сауабы да болады. Сол қағазға қарап жүріп, бұйырса жаттайсыз. Сіз қазір қайдасыз дейді. Мешітте, Астанада. 3 рет наркоз алдым, ұмытшақ болып қалдым, память кетті, сүре жаттау қиын болып жүр. Онда битесіме дискі қағазға жазып аласыз. Қағазға жазасыз, яки кітапты ашасыз. Сол кітапқа ең дұрысы қағазға жазу. Қағазға жазасыз да, алдыңызға жазып қойып, соған қарап оқи бересің жаттағанша. Келіңіз. Келіңізбен бірге боламыз? Иә, келіңіз. Болды, өзім қойып шығам. Қалдырып кетеріңіз. Қайырлы күн, қазір ЗАГСке тұрмаса неке қимайды деген рас. Өйткені қыздарды алдап, неке қиып алып, мұсылманский сөйлеммен алдап, тастап кетіп жатқан жігіттер көбейіп кетті. Сондықтан болмайды. Мен уборщицамын, туалет жуамын, ораза ұстауға бола ма дейді. Батима, атыңыздан айналдым. Батима деген атыңыздан айналдым. Тапқан нәсібеңіз өзіңізге берекелді болсын. Оразаға ешқандай, намазға ешқандай сіздің әжетхана жуғаныңыз кедергі емес. Сондықтан сол жерден адал еңбек тауып жүрген ісіңіз берекелді болсын. Алла өміріңізге береке берсін. Осы жерде ақыр айтылды ғой, енді уборщицамын деп, туалет жуамын деп. Мына бізде көп жаңағы хадис, жаңағы дін туралы ақыл айтып жүрген, қазақ туралы сөйлеп жүргендер ең бірінші айтайын дегенім, әжетханаға барудың әдебін үйреніңіздер. Әжет бұл бәрімізге қатысты. Мына мен естіп отқан жастарға да қатысты, үлкендерге де қатысты, бәрімізге қатысты. Біз қоғамдық әжетханаға барған кезде, қоғамдық артында әжетхананың артынан кнопканы басып ағызбай кететіндер бар. Бұл бір ма? Екіншісі, қойып қойған қағазды бетіп, бәленбай қағаз алып, соны көрінген жерге анау неге унитаздың тесігіне тастама десе, соны тастайтындарыңыз бар.
ол. Содан кейін дәретханаға мұсылман адам өзі отырып барады. Отырып барған жерде жарайды, енді барыпсың, маңайыңды шашып, стенаны түкіріп, қақырып, неше түрлі әдепсіздік істейтін, сол өзі мұсылман, басқалар емес, ол бізден болып жатыр, сол бәрімізден болып жатыр. Сондықтан Құдай не, туалетте көрмей ме сені? Барлық жерде көреді. Сондықтан ұялмайсың ба? Бұл нәрсе өте тәрбиесіз нәрсе, қасиетсіз нәрсе. Сондықтан әжетхана тәртібі кай келген адамға да болса таза болуымыз керек, бауырлар. Бұл аналардың аналардың. Ассаламу алейкум рахматуллах. Алейкум ассалам. Мүслім аға. Не беле? Ограничение тұр сізде. Жоқ, сізде тұр, сізде ограничение тұр. Жоқ, менде тұр ма? Менде тұр екен ограничение. Қосылмайды, айып етпейсің. Мен естіп тұрған жоқпын, брат. Естіп тұрған жоқсың ба? Трансляция. Жақсы. Кейінірек қосыларсыз. Алла разы болсын сізге. Рахмет. Алла разы болсын. Жақсы нәрсе айтып жатқан шығарсыз. Алла разы болсын. Естімедім, аллахи. Естіген жақсы болар еді. Жақсы. Алла береке берсін. Жын адамға зиянын тигізсе, ақыретте сол адам жыннан өшін ала ма дейді. Ақысын Аллах Тағала алып береді. Өйткені Құранда Нәбә сүресінің соңында, соңғы аятында Алла Тағала барлығынан бір-бірін өшін алады, тіпті айуандардан өшін алады. Соның ішіне айуандар да жынның қатарын, жынды да айуандар есебіне қосатын болсақ, онда одан да өш алынады, сөзсіз. Жолдасым екеуміз отбасы болғанымызға 10 жыл болды. Бірақ мешіттен неке қимадық. Сол дұрыс па? Балауса ханым, мешіттен молданы шақырып, үйге қиыңыз, болмаса мешітке барып Құран оқытыңыз, күйеуіңіз жетектеп. Содан кейін артынша неке қиып беріңіз деп ЗАГСты көрсетсеңіздер, кез келген имам молда сізге неке қиып береді. Атқышта кездесулер қалай өтті? Ақышта кездесулер жақсы өтті, бардық, қайттық. Шешеден боқтаған күнә ма дейді. Күнәнің күнәсі. Ол сен біреудің шешесін боқтамайсың, өзіңнің шешеңді боқтайсың. Ол хадисте, кітаптарда солай келеді. Біреуді боқтаса дейді, ол өзін боқтағаны, өз анасын боқтағаны, өз шешеңді боқтағаны. Сенің шешеңді деп боқтасаң, сен өз шешеңді бәлен қылғандай боласың. Ол ауыр күнә. Үйдегілерге айтпай үйленсем бола ма дейді. Болмайды. Болмайды жан. Некенің өзі шарты, негізгі шарты, бір шарты бар. Жариялау. Бәленің баласы Түгіленбайдың қызы үйленді деп жариялап бүкіл әлемге паш ету. Некенің шарты сол, иғлан дейді, жариялау. Сен оны подвалда қисаң не болады ол? Көрсетпей. Неке болмайды, ол өтірік болады. Күйеуімнің ақшасын сұрасам бола ма? Бер деп. Болады. Бер деп сұрама. 2 рет сұра. Бер деп сұра. Дай деп сұра. Болады. Құр бермейтін болса билеп бер, өлең айтып бер, жақсы киім жүр, үстіңе әтір сеуіп ал күйеуінің алдында, әдемі бүйтіп жүр, тамағын жақсы істеп бер, салат істеп бер. Содан жақсы әйел болғаннан кейін береді де енді. Мә айналайын жаным дейді. Сен ары өмір сүре бересің. Енді түк істемей бер десең, таяқ жеп мүмкін. Ұрыс болады. Адам намаз оқып жүріп, құмалақ ашуы дұрыс па? Ол адамға қалай жеткізсе болады? Арам болады. Ширк деп айтамыз, керек десе, бал ашу харам болып есептенеді мұсылман үшін. Болжаудың бәрі тыйым үшін тыйым салған. Күйеуім аз ақша тауып үйленіп алды дейді. Бәрі менің мойнымда дейді. Дұрыс емес. Енді еркек адам кейде сондай болып қалады, сіз де оған мән беріп жанын жемеңіз. Бірақ негізі еркек адам семьяны асырау парызы болады. Алдап ақша сұраса бола ма дейді. Егер семьядағы нәрсеге жұмсайтын болсаңыз, онда проблема жоқ. Енді алдап алып, төркініңе, сіңіліңе, подружкаңа, айдалада біреуге, немесе түкке тұрмайтын үстіңе тряпкаға, Майкл Корстың сумкасына ұрлап алсаң, ол арам болады. Алдамаңыз. Екеуіңіз бір адамсыз ғой, сен сонда өз-өзіңді алдап атсың деген сөз. Барлығы бірдей намаз оқып өтпеу керек дегеніңізді қалай түсінсек болады дейді. Ол жерде сіздің түсінуіңіз сәл басқаша, менің айтуымда басқаша шығып қалды. Бұл жерде намаз оқып алып, ана Ринат Заитов айтпақшы, номеріңді айт жалмауыз,
деп бүкіл елді алдап, арбап, боқтап, қиянат жасап жатқан, сондай болмасын. Одан кейін барып Әзірет Омар айтпақшы, мешітке жатып алып, мен намаз оқыдым деп жұмыс істемей, семья асырамай, білесіз бе қанша адам бар ондай? Бір әйелді алып, біреуін талақ қылып беріп, неше түрлі жасап жатқан, біз әшейін өз қазақ айтпақшы артымызды өзіміз ашқымыз келмейді. Бірақ күнде бір қарындас жылап келеді. Намаз оқитын мен өсті, намаз оқитын күйеуім мен сөйтті деп, сен соны аңда. Мен сөзін аңдыма жаным. Сен сондайлар неге көбейіп бара жатырмыз? Неге біз бір-бірімізді аңдып қалдық, сөзін аңдып, өспейтін адам өнбейтін даулайды деп, неге өнбейтін сөзді қолап қалдық деген сөзді мағынада түсін оны. Түсіндің ба? Солай түсінсең жақсы болады. Неге бізде алдайтын браттар көбейіп бара жатыр? Неге ана боғауыз сөйлейтін қыздар, темекі шегетін, орамал таққан қыздар неге көбейіп бара жатыр? Неге жала селкілдеп билеп жүрген хиджаб киіп жатқан неге көбейіп бара жатыр деп солай түсін. Бұл сол бағанаға айтылған. Солай түсінсең жақсы болады. Негізі солай ол. Жоқ олай емес па өмірде? Сол дініміздің жақсы жағын көрсетейік. Соны түс жорған харам ба? Жоқ. Садақа бергенде не деп беру керек? Алла ризалығы үшін деп айтып берме бейді. Бүйтіп басыңдан ақшаны алып, бүйтіп ойландырып, бәле, ауру, рак, неше түр аурудың бәрі кетсін мә деп берсең, ана алғанда жүрек жарылып өледі еді. Соқтан олай жасама. Айту шарт емес. Өзі Құдай үшін беріп тұрсың ба? Құдай үшін беріп болды. Оны Құдай көріп тұр. Атын айтасың ба, айтпайсың ба? Құдай көріп тұр. Ас-садақату таруддул бәла. Садақа бәлені қайтарады. Садақа деген ақша беру емес содан кейін. Біздікілер бәрі ақша беру деп түсінеді. Жоқ айналайын. Садақа деген жақсылық жасау. Жақсылық жасау сөзбен болады. Менің айтып отқан сөзім қазір садақа. Сіздердің жазған анау жақсы сөздеріңіз садақа, Алла разы болсын деген. Жіберген сыйлықтарыңыз ол садақа. Осының бәрі қайыр садақа болып есептелінеді. Не үшін? Алланың ризалығы үшін жақсы сөз, жақсы амал болып есептелінеді. Ұстаз, дос туралы не айтасыз дейді. Қазақтың сөзі бар, атаң жауап берген оған. Жаманның жолдасы көп, жәніне пайдасы жоқ дейді. Сені күнәға итерсе, сені арақ ішуге апарса, кел отыр, ішпесең де бізбен отыр деп ақыл үйретсе, содан кейін барып сені Алладан, діннен алыстатса, ондай дос емес. Ол сені тозаққа сүйреген дос болады. Өзі тозаққа кетпей бірге кетейік, жүш бірге барайық деген сөз болады. Астанада оралдыңыз ба дейді. Иә. Бір адаммен ұрысып қалса не істеу керек? Кешірім сұрау керек. Ер бала неше жастан піштірген дұрыс? Тақ жас па, әлде 100 жас па жауап күтемін дейді. Екеуі де дұрыс. Тағы да дұрыс, жұбы да дұрыс. Енді ең жақсырағы тақ жас. Кешірмесе өзі біледі, бірақ сіз өтеңіз алдынан. Сізді Астанаға іздеп барып таппадым, харам. Взятку брать, это считается грехом? Да, это харам. Астанада мен сапарда болдым, кеше алдың күні ғана келдім. Взятку брать, взятку давать. Ар-раши валь мурташи финнари. Взятку дающий и взятку берущий будут в огне. Кешірім сұрасақ та кешірмей тұр. Тіпті туған бауырым мен үлкен ағам, жеңгем қайтпайды дейді. Болды. Кешірім сұрадыңыз, шынайы сұрадыңыз. Енді оның құлы болуын керек жоқ, ары қарай өмір жалғаса береді, болды. Серікжан Білашқа не дейсіз дейді. Аман болсын деймін. Қазақтың қамын жеген азамат деп айтамын. Не деп айтайын? Аман болсын деймін. Кімге болса да мен жақсы сөз сөйлеймін. Мен туралы не айтса ол айтсын. Мен қызықтырмайды о нәрсе. Әркім өз күнәсін. Мен де қателіктерімді, күнәлерімді біреу көтеру керек қой. Иншалла қияметте көтере жатар. Сондықтан аман болсын, жақсы. Отау құрғанымызға 5 жыл болды. Мұсылманның некесін қиюға бола ма дейді. Баяғыда қию керек еді ғой, Мадинажан. Атам мен апамды ана дүниеде көре алам ба дейді. Иә, сөзсіз көресің. Бәрін көресің. Мамандығым стилейді, дамский мастер, сол жұмыспен ақша тауып жүрмін. Оған не айтасыз? Жалпы бұл кәсіп жақсы кәсіп емес. Негізінде. Әйел адам өзін ухаживать етуі бұл жақсы нәрсе. Мынау
әйелім жақсы болсын, әйелім деп қызығып жүргендер, сол жақсылық ақша тұрады. Красота требует жертв деген сөз бар. Сондықтан күйеуіне жақсы көріну үшін, күйеуінің ортасына махаббат күшею үшін әйел адам ортада, үйде әсемденіп, сәнденіп, әртүрлі жақсы нәрселерді қолданып, хошбой иістерді қолдану жақсы нәрсе. Ол күйеу үшін болу керек. Жалқау еркекке не айтасыз дейді. Жалқау еркекке тұр деп айтамыз, жұмыс істе деп айтамыз. Енді себебі бар шығар. Сіз де жанын жей бермеңіз, үйден шығатындай амал жасаңыз, Құдайдан сұраңыз ең бірінші. Содан кейін, неге сіздер біз бәріміз проблеманы психологқа, молдаға, ұстаздарға айтқыларыңыз келеді? Проблеманы шешуші Аллаға айтып көрдіңіздер ме өзі? Неге жеңіл жол іздейміз біз? Аллаға айтуды үйреніңіздер. Алламен тілдесіп үйреніңіздер. Алламенен намазда сырласып үйреніңіздер. Алламенен намазда жақындасып үйреніңіздер. Алла тағалаға сәждеге басыңды қойып, уайыммен, назмен, мұңды жеткізіп үйреніңіздер. Сонда о нәрсе